Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстан халқы ассамблеясы. Оқу мақсаты проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау. Ой қозғау сұрақтарына жауап беріңіздер. Қазақстан халқы ассамблеясы туралы не білесің? Этнос аралық толеранттылық дегенді қалай түсінесің? Толерантты мемлекет деген не? Сұрақтарға жауап берсеңіздер, енді тыңдалым тапсырмасына кезек берейік. Мәтінді мұқият тыңдап, негізгі ойды анықта. Қазақстан халқы ассамблеясы. Екінші тапсырма. Қазақстан халқы ассамблеясы 1995 жылғы 1 наурызда Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен құрылған мемлекет басшысы жанындағы консультативті кеңесші орган. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясын құру идеясын алғаш рет 1992 жылы тәуелсіздіктің 1 жылына арналған Қазақстан халқының 1 форумында жариялады. Мұндай институтты құру қажеттілігі саяси тұрғыдан, сондай-ақ жаңадан құрылған тәуелсіз полиэтноста, поликонфессиялық мемлекеттің тұрақты даму тұрғысынан туындаған еді. Аталған бастама мәдениет аралық диалогты нығайтудың жаңа кезеңінің негізін алып, этносаралық қатынастарды дамыту мәселелерін жоғары деңгейде шешуге мүмкіндік жасайтын әлемдік тәжірибедегі тың бағыт болып табылды. 20 жылдық тарихында ассамблея қарқынды дамып, елеулі өзгерістерді бастан кешірді. Оның дамуы барысында Нұрсұлтан Назарбаевтың этносаралық толеранттық және қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі қалыптасты. Осы жылдар ішінде Қазақстан халқы ассамблеясының институционалдық құрылымы нығайып, қоғамды ұйымдастырушы әлеуеті толысты. Ол халық дипломатиясының маңызды күресамырына айналды. Бүгінде ассамблея ел президенті төрағалық ететін конституциялық орган болып табылады. Бұл оның ерекше мәртебесін айқындайды. Мәтіндегі ақпараттар бойынша өз пікіріңді дәлелде. Менің ойымша, себебі мен оны былай түсіндіремін. Оны мен мынадай дәлелдермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Осыған байланысты мен осындай шешімге келдім деп өз ойларыңызды айтыңыздар. Оқылым тапсырмасы. 5-ші тапсырма. Мәтінді оқып, мәтін мазмұны бойынша бірнеше сұрақ жазыңыз. Мәтіндегі көсемшелердің қалай жасалып тұрғанын айтыңыз. Енді жазылым тапсырмасына кезек берейік. 8-ші тапсырма берілген. Көп нүктенің орнына тиісті жұрнақты қойып, мақал-мәтелді жазамыз. Мына жерде сіздердің алдарыңызда мақал-мәтелдер берілген. Көп нүктенің орнына тиісті жұрнақты қоямыз да, мақал-мәтелді көшіріп жазамыз. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабақтың өз мәресіне жетіп қалдық. Енді сіздер мына сілтеме арқылы кері байланыс жасаңыздар. Сілтеме видеоның астында тұр. Сол видеоның астында сілтемені басып, тапсырманы орындайсыздар.